Біздің практикамыз бойынша сату процесі сүттен шыққаннан кейін басталады. 4 айға шейін біз анасында ұстаймыз. 4 айдан кейін шығарғаннан кейін ол кемінде 60 килограмм беріп тұрады. Тірі салмағы 60 килограммдық қозы. Біз айтамыз 6 айлық 60 килограммдық деп. Ішінен таңдап алыңыздар деп. Бұл жерде еще бұлардың бағаларын айтсаңызшы. Міне, осы сұрақ оқырмандарға қызық болады. Сол 6 айлық тоқтының бағасы қанша болады? Қазіргі нарықта біздің мынау қисар қойларымыз бен қозыларымыздың өз бағасы бар, нарықтық бағасы. Сүттен шыққаннан кейін ең кемі 100 мың теңгеден басталады. 6 айлық қоз бар 100 мың теңгеден. Егер де түр сипаты жақсы болып, елге танымал қошқардан туған қозы болатын болса, оның бағасы шексіз. $1000 болуы мүмкін, $5000 болуы мүмкін, $10,000 болуы мүмкін. Керемет. Міне, достар, байқасаңыздар, бұл ұсақ малдың тез оборотқа кіріп кетуде осыдан. Ірі қара малда сіз кемі 14 айлық болған кезде ғана ұрықтандырасыз, немесе бұқа қосасыз. Содан соң сіз 9 ай күтесіз. 2 жылдан асып кетті. Ол малды енді сатылымға келгенше, яғни сол туылған бұзауларды еттей сату үшін кемі 1 жыл керек. Мына жерде оборот тез. Тағы бір сұрақ. Енді қанша айда туады саулық қойлар? Қойдың туу процесс қашқан күннен бастап 5 ай 5 күн. 15 айда 2 оборот істей аласыз. 2 марта бұл айтқан төл аласыз. Міне достар, қазақта мақал бар: мал өсірсең қой өсір, пайдасы оның көл өсір. Біргеміз.